Қашан біз өзіміздің өнімімізді өзіміз қолдана аламыз, таба аламыз сөрелерде? Астанада мына маңайымызда тұрған жердің бәрі сырттан келген еттер. Осы Астананың базарлары келіп сатады да бізге сатқызбайды. Бірақ енді жәрмеңкеге келген адам ол барлық тауарды сатып алғысы келеді. Оның жоқтығы бізге де негативный келеді. Мысалы үшін, вот жәрмеңкені дұрыс ұйымдастырмаған деп. Сондықтан біз келісіп тұрып шешім қабылдадық. А вот вы сами где покупаете продукты питания? В целом, мне кажется, каждый гражданин он ощущает того, что цены растут. Мы всегда задействованы и всегда принимаем во внимание эту обратную связь. Кәсіпкерлік гранттың берілуінде ашықтық жоқ, яғни ол жерде таныстық рөл ойнап кетеді дейді. Барынша ашық, барынша объективті, шынайы деп ойлаймыз. На сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что город Нур-Султан – это город предпринимателей. Армысыз құрметті көрермен, күн санап емес сағат сайын қымбаттаған азық-түлік бағасын ауыздықтау мүмкін бе? Астана инвесторлар үшін тартымды қала дейді, ал індет дәл сол шетелдік инвесторлардың қызығушылығын төмендетті. Енді не істеу керек? Оңды-солды берілген кәсіпкерлік гранттар қаражаттың дұрыс игерілмеуіне кім кінәлі? Осы және өзге де өзекті сауалдарға инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Ержан Балтаев жауап береді. Қош келдіңіз. Ержан мырза, жұрт мемлекет азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін қандай шаралар атқарып жатыр деп сауал жолдайды. Айтыңызшы, бұл сұрақтың қойылуы қаншалықты орынды және азық-түлік бағасын тұрақтандыру шынымен де мемлекеттің қолынан келе ме? Енді әрине, азық-түлік мәселесі ол әрбір жанұяның бірінші шығын мәселесі болып табылады. Енді өзіміздің қаламызда айтатын болсақ, қазіргі таңда Алтай Сидируның бастамасымен биылғы таңда 8,6 миллиард теңге сомасында ақша тұрақтандыру қорына берілген болатын. Сол бағытта біз жаңағы әлеуметтік тауарлардың 19 позициясының барлығын қазіргі таңда жаңағы айналымды механизм деген өзінің несі бар, жол жобасы. Сол бағытта біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әлеуметтік кәсіпкерлік қоры соның операторы болып табылады. Сонымен қоса біз жаңағы сауда желілері бар, Магнум сияқты, жаңағыдай Ақмол сияқты, солармен жаңағы займ қаржы бөлу арқылы жаңағы тауарлардың бағасын тұрақтандырып жатырмыз қазіргі таңда. Әрине, енді бұл тұрақтандыру жаңағы қорының негізгі мақсаты бағаның барлығын тоқтатып жаңағыдай өсірмеу емес, ол енді жаңағыдай қаржылық, бізде жаңағыдай нарықтық экономика болғандықтан, ол енді нарықтық сұраныспен жаңағы ұсынысқа байланысты қалыптасатын дүние. Бірақ дегенмен де жаңағы әлеуметті жағдайы төмен адамдарға, болмаса бюджеттік салаларда жұмыс істейтін адамдарға сондай мүмкіндіктер болсын деп осындай шаралар жүзеге асып жатыр. Онымен қоса жаңағыдай басқа да еліміздің өңірлерімен біргелесіп жәрмеңкелер ұйымдастырып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Нұр-Сұлтан қаласы ол аграрлық регион емес, ол ел ордамыз болғандықтан біздің аграрлық жобаларымыз жаңағыдай өсімдік өсіру, жеміс көкөніс өсіру бойынша бізде ондай жобаларымыз жоқ. Сондықтан біз осы мәселелерді негізінен өзімізбен шекаралас және де оңтүстік өңірдегі жаңа облыстармен тікелей бірге жұмыс жасауға тырысамыз. Ержан Талгатович, сельскохозяйственные ярмарки проводятся ежегодно с целью стабилизации цен. Скажите, ярмарки оправдывают свою цель? Конечно. Во-первых, ярмарка носит несколько, скажем так, миссий. Да? В первую очередь это обеспечение такого механизма, как от поля к прилавку, то есть чтобы покупатели могли купить товары без посредников. Во-вторых, чтобы производители могли тоже выходить на рынки, чтобы люди узнавали их товары. Допустим, есть определенные бренды в регионах, да, выходят, и они, чтобы люди узнавали, это хорошая площадка. И в-третьих, это, конечно же, стабилизация цен. Когда идет цена производителя, конечно же, мы наблюдаем всегда, что на нашем рынке в городе Нур-Султан снижается стоимость этих товаров на эти дни, и в целом положительный эффект влияет. И порядка на 10-15% здесь стоимости товаров ниже, чем нежели на рынках, либо у магазинов, у дома и так далее. А вот жители интересуются, рентабельно ли проводить ярмарки, если вот даже есть у них яркие примеры того, что в магазине у дома такие же цены, как и здесь? Ну, вы знаете, может быть, отдельные товары могут быть этой же цены, да, я не скрою, возможно, там, допустим, те же бананы, лимоны, которые мы хотим, чтобы люди, которые приходят сюда, у них была возможность закупить всю линейку продукции.
А те продукции, которые приезжают именно от производителей, я считаю, что, конечно, это рентабельно. Во-первых, в первую очередь это народу рентабельно, народу выгодно. Вот смотрите, сейчас вот вроде бы холодная погода, но в то же время интерес очень большой, народ приезжает. И у нас каждый раз спрашивают, на следующей неделе какая ярмарка будет, какой регион будет. Каждый регион в том числе друг от друга отличаются по ассортименту, да, то есть интерес очень большой. И в целом стоимость нашей продукции, она на ярмарке она идет ниже на 10-15%. А вот товаропроизводители, да, говорят о том, что акиматы их заставляют сюда приезжать и что у них никакой прибыли нет от этих вот поездок сюда в столицу. Как вы на это ответите? Вы знаете, каждый воспринимает по-разному. Да? Да, если сказать о производителях самих, да, учредителях и так далее, мне кажется, для них это выгодно. Во-первых, это хорошая возможность реализации их продукции. Я не скрою, что ярмарки – это розничная продажа. Да? Есть варианты, как и по оптовой продаже, где гораздо выгоднее и быстрее можно реализовать свою продукцию. Но в то же время, чтобы твой товар узнавали в городе. Да? Нур-Султан – это столица нашего города, страны, и поэтому все люди будут узнавать их товар, соответственно, будет возможность в дальнейшем их реализовывать и по другим точкам. Да? То есть, заходя на ярмарку, это первая точка входа на рынок города Нур-Султан. В дальнейшем можно попасть на сети. То есть сетевые магазины, мы можем поддержать их в этом плане. То есть это возможность проявить себя, показать себя, что у тебя хорошая есть продукция. А то, что касается мнения продавцов и учредителей, мне кажется, оно будет отличаться. Учредитель, конечно, он сам не стоит здесь, и поэтому те люди, которые, возможно, здесь стоят, им не совсем удобно уезжать с того региона, приезжать. Но в то же время это же возможность приехать в город, посмотреть город. Да? Реализовав свою продукцию, можно и познакомиться с людьми, посмотреть город и продвигать свой бренд, можно сказать. Ержан Талгатович, на нашем сайте запустилась полезная рубрика «Цены в Нур-Султане». Мы ежедневно обновляем информацию о ценах на социально значимые продовольственные товары. Получается, что мы, так же как и вы, проводим мониторинг цен на продукты питания. Наша рубрика могла бы быть полезна для вашего ведомства? Ну, я считаю, чем больше люди информированы, наши горожане, тем лучше будет. Более того, мы этой информацией будем делиться и будем пользоваться. Это большая поддержка для нашей работы. Но в целом, то, что касается мониторинга цен, мониторинг цен осуществляется отдельным органом статистики, да, департаментом статистики по городу. Помимо этого, у нас есть мобильная группа при акимате, как при нашем управлении, также при социальной предпринимательской корпорации. Еженедельно, 2 раза в неделю мы проводим соответствующие мониторинги и определяем, насколько цены растут, какие меры надо оперативного характера нам предпринимать, нужно ли нам отпускать какие-то товары с нашего стабфонда на рынок города Нур-Султан. Поэтому, я думаю, будет очень полезно, и мы будем максимально использовать вашу рубрику. И более того, оно даст нам обратную связь от населения, я так думаю. Келесі сауалға көшсек, енді статистикаға сүйенсек, астаналықтар жалақысының басым бөлігін азық-түлікке жұмсайды екен. Енді осы жерде тағы да бір рет айтып өтіңізші, жалпы базарларды салу, жәрмеңке өткізу, азық-түлік қоры деп қалдыңыз. Бұлар қаншалықты бағаны тұрақтандыруға емес, қымбатшылықты тежеуге көмектесе алады? Енді бірден бір мәселе ол инфрақұрылым мәселесі. Сауда-саттық жасаған кезде жаңағы жәрмеңкелерді ұйымдастыру, өздеріңіз көріп жатсыздар. Біз бүгінгі таңда өңірлердің қолдауымен 13 жәрмеңке өткіздік. Осы аптада жоспарымыз бар жәрмеңкені өткізу. Енді бұл Нұр-Сұлтан қаласының атынан жәрмеңке болады, және де қасымыздағы шекаралас облыстармен өтініш жасап, солармен жұмыс жасап жатырмыз. Әрине, бұл енді мәселе тек қана қаланың төңірегіндегі мәселе емес, бұл жалпы республикалық мәселе деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда жаңағы сауда-саттық министрлігімен жаңағы үлкен сауда орталықтарын ашу мәселесі қозғалып жатыр. Жаңағы ОРЦ дейді, жаңағы тауарларды бөліп тарату орталықтары. Сол орталықтар Қазақстан бойынша салынатын жоспары бар. Нұр-Сұлтан қаласында қазір бізде Continental Logistic деген жаңағыдай қоймасы бар. Сол қойманың базасында негізінде келесі жылы сауда қарым-қатынас министрлігі тарапынан сол жұмыс жүргізілейін деп жатыр. Бірінші жобаны жүзеге асыру. Онымен қоса өзіміздің жаңағы аймақтық инвестициялық неміз бар, кеңесіміз бар. Ол кеңесті біздің әкіміміз Алтай Сидерұлы басқарады. Сол шеңберінде біз қазіргі таңда
үш осындай орталықтардың жұмысын бастауға қолдау көрсетіп жатырмыз. Қаланың тарапынан, қалалық әкімдіктің тарапынан жер бөлініп жатыр. Онымен қоса, одан бөлек жаңағыдай ең басты мәселелердің бірі ол жаңағы қоймалар. Өйткені біздің жаңағы ауа райымыз, қысымыз суық, жазымыз ыстық деген сияқты сол тауарларымызды қысқы мерзімге сақтап қалу үшін осындай қоймаларды салу бойынша да жұмыс жүргізіп жатырмыз. Онымен қоса қазіргі таңда 2 жобамыз бар. Жылыжай жобасы, өздеріңіз білесіздер, Нұр-Сұлтан қаласында жылыжай жаңағы саусақпен санауға болады. Сондықтан жаңағы 2 жылыжай, жылына 10 мың тонна өнім өндіретін жылыжай қосылатын болса, ол қосымша жаңағы елордамыздың тұрғындарына жаңағыдай өндірушілердің бағасымен, қолжетімді бағамен сатылады деген үміттеміз. Жалпы енді инфрақұрылым мәселесі ол тек қана бір қаламен емес, барлық ел төңірегінде дамитын мәселе деп ойлаймыз. Яғни бұл жұмыстардан кейін астаналықтардың жалақысы тамағынан артылады деп айта аласыз ба? Енді әрине әрбір семьяға, әрбір жанұяға біз сондай тілейміз. Өйткені азық-түлік өте үлкен мәселе. Сондықтан жаңағы қарны тоқ болса, ол кезде ән де болады, нан болса ән де болады, күй болады демекші. Сондықтан біз ойлаймыз, жалпы еліміздің әлеуметі тұрланған сайын жаңағы жұмысшылардың да, жалпы халықтың да жағдайы тұрланып, жаңағы әлеуметтік маңызы бар тауарларды қолжетімді жасасақ, кемінде жаңағыдай әрбір отбасы өзіне мүмкіндігі болады деп ойлаймыз. Бұнда да кейде жетпей қалады сондай бағаның арзан бағалар. 2 күн базар жәрмеңкеде аяғына дейін баға тұрақты ұстап тұрмайды. Я сегодня взяла мясо, взяла курочку, взяла яйцо, взяла сметану, взяла сулугуню, взяла брынзу. Все это местного производства Акмолинской области. Это буланды, потом Акмол, сам Акмол, где вот эта курица, потом сама 41-й разъезд, аршалы, это анар. А по ценам как? По ценам, 2000 мясо. А сейчас же у нас в Астане мясо-то, сами знаете. То есть намного дешевле, да? На 800 тенге дешевле. Астанада мына маңайымызда тұрған жердің бәрі сырттан келген еттер. Осы Астананың базарлары келіп сатады, бізге сатқызбайды. 100 теңге. Сол қосатынымыз енді. Бізге көп қостыртпайды, өздерінің қоятын бағалары бар. Одан артыққа кете алмаймыз. Ержан Талғатұлы, айтыңызшы, бүгінгі жәрмеңкеге Ақмола облысы 460 тоннаға жуық өнімін ұсынып отыр, иә? Есіңізде болса, өткен аптада солтүстік Қазақстан облысы 1200-ге жуық тонна өнімін ұсынған болатын. Енді осы жерде бұл тоннаны қалай өлшейсіздер? Әлде бұл бір бәсекеден туындайтын құлаққа жағымды естілетін цифрлар ма? Соны айтыңызшы. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, қаламызда өңірлерден келіп жатқан жәрмеңкелер болып жатыр. Бұл тамыз айынан бастап 2 айдан бері 14-ші міне бүгінгі соңғы жәрмеңке болып жатыр өңірлермен бірге. Енді әрине әр өңірдің өзінің әлеуеті әртүрлі. Сондықтан ол жерде бәсеке деп айтуға да қиын, бірақ дегенмен де бұл енді жақсы мүмкіндік. Жаңағы әр өңірдің қандай тауарлары бар екенін халыққа көрсетуге, жаңағы маркетинг тұрғыдан да сондай мақсатпен солай көлемде алып келеді. Енді Ақмола облысымен жаңағы солтүстік Қазақстан облысын салыстырсақ, енді әрине көлем жағынан да Ақмола облысы үлкен болады. Және де Ақмола облысы өзіміздің қаламызбен шекаралас тұрғандықтан бұл жерде әр ауданның өзінің тауарларын алып келуге тырысады. Бұл тонна, яғни 1200 тонна, 460 тонна деген шынайы цифрлар ма? Иә, әрине, бұл енді әр тауардың өзінің жаңағы сертификаттары болады, жаңағы құжаттары болады, сол құжаттарына сәйкес келеді, оны әр облыс өздері бергендіктен бұл енді сенімді ақпарат деп ойлаймыз. Жақсы, осы жәрмеңке десек, жұрт 3 мәселені айтады. Оның біріншісі баға мәселесі, яғни осындай басқармадан келген кезде басқа бағада, ал сіздер кеткеннен кейін басқа баға тұрады деп айтады. Және келесі ол таразы мәселесі, яғни осы жерден өнімін алып үйіне барып өлшеген кезде басқа салмақ болып шығады дейді. Ал үшінші мәселе тағы да біреуі бар. Енді бұл жағдайлар сізге қаншалықты таныш жағдайлар? Айтыңызшы. Енді жәрмеңке енді бір базардың түрі. Сондықтан енді базарда әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Әрине ол болады, болмайды деп айту қиын. Дегенмен де енді бұл жерде халық өзі куә. Жалпы базарлардың, жаңағы магазиндердің, дүкендердің құнына қарағанда 10-15% төмен. Егер мысалы үшін оншалықты төмен болмаса, осындай салқын күнде халықта келмес еді ғой. Қызығушылық өте үлкен, сондықтан бағасы да дұрыс деп ойлаймыз. Енді әрине тексеріле ме? Мәселен, жасанды сатып алушы жіберіп. Осында өзіміздің жұмыскерлеріміз бар, волонтерлар бар, барлығы келіп үнемі осы жерде
қадағалау жасап жатамыз. Әртүрлі жаңағы өтініштер түссе де соның барлығын белгілеп, мысалы үшін бүгінгі таңда шатырымызға жаңағы жарық керек екен. Ол енді жазды күнде жарық керек болған жоқ, қазір жарық керек. Сондықтан ондай мәселелердің бәрін ескеріп, келесі жылдары уже оны дұрыстап жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Таразыға сәйкес келетін болсақ, енді әр таразы әртүрлі болуы мүмкін. Дегенмен де мына жерде енді әрбір таразы бар. Ондай болашақта жаңағыдай контрольный тараздар жасап қоюға бар, иә? Иә, Ондай жоспар бар. Жақсы, жаңа үшінші деп айтып өттім. Яғни түстен кейін немесе бір кешке қарай келіп қарасаңыз, мұнда жергілікті саудагерлер өздерінің өнімін ұсынып тұрады. Яғни дәл Ақмола облысынан келмеген олар. Мәселен, өзіміздің Евразия сауда үйінің саудагерлерін байқап қалуға болады. Бұл жағдай сізге таныс па? Бұл өте таныс жағдай. Енді мысалы айтатын болсақ, кейбір өңірлерде Атырау облысынан келді. Ол жерде көкөніс, жаңағыдай тауарлары жоқ. Бірақ енді жәрмеңкеге келген адам, ол барлық тауарды сатып алғысы келеді. Оның жоқтығы бізге де негативный келеді. Мысалы үшін, жәрмеңкені дұрыс ұйымдастырмаған деп. Сондықтан біз келісіп тұрып шешім қабылдадық. Өңірлермен бірге өзіміздің кәсіпкерлерді алып келеміз. Сондықтан жаңағы ассортимент толық болу үшін. Әрине, оның бағасын да біз қадағалаймыз. Бірақ оларға да мүмкіндік бердік. Олар өздерінің жаңағы өтінішін жасайды. Біз оны тексереміз, қараймыз. Дегенмен де сондай жаңағы халыққа бір жерден келіп толығымен тауарлардың бәрін алып кетуге мүмкіндік жасау бағында. Жақсы, яғни жәрмеңкеде 100% Ақмола облысының өнімі емес, ішінде астаналық өнімдер де бар, иә? Иә, астаналық өнімдер де бар. Жаңағы мысалы үшін өздеріңіз көріп отырсыздар, анар бар, лимон бар. Енді лимон, анар ол Ақмола облысында өспейді ғой. Ол басқа Қазақстанда да кейбір өңірлерде өссе, кейбір өңірлерде өспейді. Сондықтан ондай тауарларды міндетті түрде жаңағы өзіміздің кәсіпкерлер арқылы жеткізуге тырысамыз. Вот продолжая тему цен на продукты питания, Акимат ежегодно выделяет крупные суммы по проекту «Оборотный механизм», где участвуют крупные торговые сети. Вот в этом году, к примеру, сумма составила 8,6 миллиардов тенге. Но все равно предельные торговые надбавки не соблюдаются, нарушаются предпринимателями. А не получает за это какое-то наказание? Очень хороший вопрос. На самом деле вы правильно отметили, что по городу у нас выделено 8,6 миллиардов тенге. Если разделить это на душу населения, по Казахстану город Нур-Султан больше всех выделил денежные средства на именно стабилизацию цен по оборотному механизму. И то, что касается, какая работа в этом направлении проводится, мы очень тесно сотрудничаем сейчас с товаропроизводителями, заключили форвардные договора по овощным, по мясным позициям. Также мы с сетями заключили займовые соглашения. Сейчас вот с Магнумом работаем, с торговым домом Ахмол. И этот список мы хотим расширить. Этот список будет расширяться и тем самым будет способствовать охвату максимального количества населения по стабилизации цен. А вот недавно была новость, что СМОЛ, крупная тоже торговая сеть, попала в список нарушителей. Какое они наказание? То, что касается нарушителей, эта функция в принципе недавно внедрена. В прошлом году были внесены изменения и дополнения в законодательство, но из-за пандемии в этом году мы уже начали применять соответствующие меры. Как вы знаете, есть мораторий также для малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, совместно с Департаментом по защите конкуренции мы проводим совместные акции, работы, осмотры. И в этом году к нам поступило 6, получается, жалоб со стороны Департамента защиты конкуренции по принятию мер в отношении этих 6 крупных компаний. И мы, конечно, со своей стороны в рамках административного кодекса о правонарушениях приняли первоначальные меры, это в виде предупреждения. Но в случае, если они будут в дальнейшем и продолжать в течение года, если повторится их нарушение, мы будем уже применять санкции в виде штрафов. При этом цены на продукты питания у нас каждым годом растут. К примеру, сегодня я захожу в магазин и покупаю подсолнечное масло за 800 тенге, а завтра уже на 200 тенге дороже. При этом продуктовая корзина у нас всего 18 866 тенге определена правительством. Как вы считаете, этой суммы достаточно? Ну, если честно говорить, я, конечно, не эксперт в этой области. Да? Сумму прожиточного минимума это определяет соответствующий государственный орган, агентство по статистике. И есть своя, я так понимаю, формула и, скажем так, механизм его определения. Но то, что касается именно достаточности и недостаточности, ну, это очень сложный вопрос.
и на нее очень сложно ответить в зависимости, кто как потребляет, но тем не менее, то, что касается роста цен, на мой взгляд, учитывая, что мы живем в рыночной экономике, да, оно, скажем так, оно случается, и оно и происходит. Жизнь не стоит на одном месте, и каждый год есть определенный уровень инфляции, растет, допустим, коммунальные затраты. Там же комплекс, скажем так, факторов, которые влияют на рост цен. Есть еще, помимо того, что есть факторы, связанные с жизнедеятельностью, есть факторы, как и, скажем так, природного характера. Да? В этом году, как вы знаете, была очень засушливая погода, да? Уровень дождей, они упали рекордно, особенно в южных и западных частях Казахстана. Был падеж поголовья, как вы знаете, по урожайности тоже в наших северных регионах, по пшенице тоже картина не самая хорошая, но тем не менее, на мой взгляд, у нас есть запас прочности и есть определенные механизмы, как вот стабилизация цен на социально значимую продукцию, и в этом смысле, мне кажется, можно будет проработать такой механизм, когда можно было бы не удержать, скажем так, да, цену, но, по крайней мере, как-то нивелировать резкому росту цен на продукцию. А вот вы сами где покупаете продукты питания? Я, честно, сам не покупаю, потому что никак времени нету, но у меня супруга покупает, и она закупается в торговой сети, крупной торговой сети, которая работает с акиматом по стабилизации цен. Но вы сами не ощутили подъем цен на продукты Нет, питания? конечно, мы ощущаем. В целом, мне кажется, каждый гражданин, он ощущает того, что цены растут. Но опять-таки, я повторюсь, это где-то, может быть, есть определенные объективные причины, где-то, может, субъективные причины. Если есть меры, которые мы можем принять как государственный орган, как акимат, мы, конечно, всегда будем применять соответствующие свои инструменты для сдерживания цен. Бұған дейін сіз елордада 87 инвестициялық жобаның жүзеге асып жатқанын айтқан едіңіз. Енді қаражат қай салаларға бағытталған және оның нәтижесін қашан көре аламыз? Жалпы қазіргі таңда айтатын болсақ, 2019 жылдың жаңағы тамыз айынан бастап елордамызда 21 жаңағы аймақтық кеңес өткен болатын инвестициялық. Сол кеңестің шеңберінде 150-ге жуық инвестициялық жобалар қолдауын тапқан болатын. Әрине, енді ол жобалардың барлығы жүзеге аспас, бірақ дегенмен де қазіргі таңда сол бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Көбінесе айта кететін болсақ, қазіргі таңда негізінен ол өндірістік кәсіпорындар, жаңағы өзіміздің арнайы экономикалық аймағымыз бар, сонда индустриялық парктарда жұмыс жасалып жатқан жұмыстарымыз бар. Екінші саланы айтатын болсақ, қазіргі таңда өте үлкен қызығушылық ол білім саласына бөлініп жатыр. 50-ге жуық білім жобасы жүзеге асырылып жатыр. Ол жобалардың шеңберінде жаңағы негізінен ол орта мектептері. Ол жалпы менің ойымша жаңағы өзіміздің үкіметіміздің жасаған дұрыс политикасы, яғни жаңағыдай әрбір оқушыға тиісті қаражат бөлінеді. Сол оқушы қайда баратын болса, жаңағы қаражат соның артынан барады демекші. Сондықтан ол бәсекелестікті артады. Тек қана жаңағы жекеменшік мектептердің ғана емес, сонымен қоса мемлекеттік мектептердің арасындағы бәсекелестікті арттырады. Одан бөлек жасалып жатқан жобалардың бірі ол жаңағы логистикалық орталықтар. Жаңа айтып кеткендей, өте маңызды жобалардың бірі ол ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру. Қазіргі таңда жаңағы 2 жылыжай, одан бөлек жаңағыдай қоймалар, сүт зауыты, сыр зауыты, кондитерлік жаңағы фабрикалар, сондай өндірісті өндіретін жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы айтатын болсақ, жаңағы қаламыз негізгі тамақ өнімдерінің 750 мың тоннасын жылына тұтынады. Соның негізгі 30%-на жуығы біз қаламызда өндіреміз. Енді біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі осы жаңағы өзіміздің өндірісімізді, қаладағы өндірісті одан да арттыру мәселесі болып табылады. Сонымен қоса құрылыс саласы қаламызда өте қарқынды жүзеге асып жатыр.
өздеріңіз білесіздер, жылдан жылға қаламызды танымаймыз, яғни қаламыз көркейіп, дамып келе жатыр. Біз жаңа анализ жасаған болатынбыз, дүние жүзіндегі қатты өсіп жатқан қалалардың ішінде, астаналардың ішінде Нұр-Сұлтан қаласы жаңағы Абу-Даби қаласымен тепе-тең жақсы қарқынды дамып келе жатыр екен. Осы қарқынды ұстап отырсақ, жылына жаңағы 3 миллион шаршы метр тек үйлердің ғана жаңағы құрылысы бітіп жатса, одан бөлек басқа да құрылыстар жүзеге асып жатыр. Ол қаламыздың халқының санының өсуіне алып келеді, және де ол жаңағы нарықтық жағдайымызды да дамытуға үлкен үлесін береді. Халық көп болған сайын нарық үлкен, бизнеске мүмкіндік мол. Сондықтан менің ойымша осы іс-әрекеттердің арқасында және де жаңағы өзіміздің әкімдіктің қолдауының арқасында осындай жобалар жүзеге асып, болашақта жаңағы орта және шағын бизнестің өзіміздің қалалық экономикадағы үлесі одан да артады. Бірақ қазіргі таңда айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының ішінде өңірлердің арасында орта және шағын бизнестің ең үлкен жаңа үлесі Нұр-Сұлтан қаласында. Аким Алтай Кульгинов сообщал, что в этом году в столицу было привлечено более 500 миллиардов тенге инвестиций. Какие инвестпроекты поддержал Акимат? В этом году, в принципе, цифры уже поменялись. Эти цифры были за полугодие. Сейчас за 9 месяцев у нас порядка 731 миллиарда тенге. И индекс физического объема, то есть показатели у нас лучше, чем в прошлом году на 5%, то есть ежегодно они растут. Конечно, в рамках проводимой работы, которая проводится Акиматом, и у нас есть специализированная организация Астана Инвест, которая занимается сопровождением инвестпроектов, плюс еще привлечением этих инвестиций, и до момента реализации они полностью помогают этим проектам. В рамках нее мы также определили персональных менеджеров для инвестпроектов. То есть конкретный менеджер, он помогает этому проекту от начала до конца. И благодаря, мне кажется, инвестиционному климату, который создается вокруг города, и тем поддержкам, которые предоставляет Акимат, город интересен для инвесторов. И более того, в период пандемии мы в прошлом году достигли рекордного уровня более триллиона тенге инвестиций в основной капитал. И когда мы проанализировали, это в большей степени наши местные предприниматели, так как в период пандемии, как говорится, кризис — это тоже есть возможности, да? Предприниматели понимают, есть поддержка города, и они заходят в наш город по реализации своих инвестиционных проектов. А то, что касается какие-то инвестиционные проекты, в первую очередь это development, да, строительство, и в рамках вокруг строительства производство стройматериалов. На самом деле сейчас за счет того, что город сильно быстрыми темпами растет, мы ощущаем, что есть определенные вопросы, связанные с поставкой стройматериалов, и мы в этом направлении упор делаем. Сейчас поддерживаем инвестиционные проекты по стройиндустрии. Помимо этого есть проекты в области АПК, аграрно-промышленного комплекса, и проекты логистического характера, и, как я сказал, еще проекты образовательные и социальные сферы. То есть вот эти все сферы, они очень интересны, и инвесторы стараются вкладывать в них. А сколько рабочих мест было создано за счет этих проектов? Если конкретнее сказать, сейчас вот, допустим, в индустриальном парке реализуется 79 проектов, из них на сегодняшний день 50 они реализованы, 29 находятся на стадии реализации. Есть, конечно, моменты, те предприятия, которые, вот, допустим, на полную мощность работают, есть, которые, там, допустим, возобновляют свою деятельность, есть, которые и продолжают свою работу. И в рамках этих проектов было создано порядка 7 тысяч рабочих мест постоянных. В целом мы ожидаем, что в рамках поддержанных наших 150 проектов, которые на 2 триллиона, будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест
постоянно действующих. Астанада бизнес ашамын десе, жолына кезігетін кедергілер бар, жоқ емес. Яғни оның біріншісі бізде инженерлік желілерге уақытылы қосылу мәселесі, екіншісі ол монополистердің қызметімен байланысты, ал үшіншісі жер учаскелерін рәсімдеуде туындайтын бюрократия. Енді бұл кедергілермен күресу үшін қандай шаралар қолданылып жатыр және оларды алып тастау мүмкін бе? Енді әрине бизнестің әрбір істің алдында кедергілер болады, бірақ енді бұл жаңа сіз айтып кеткен кедергілермен, барьерлермен біз енді жаңағы өзіңіз білесіз, қаламыз қарқынды дамып келе жатыр, өсіп келе жатыр, және де инфрақұрылымдық мәселелер бар. Жаңағы жол салу деген сияқты, жаңағы су құбырын тарту, канализация құбырын, кәріз құбырын тарту деген сияқты жаңағы сондай мәселелер бар. Одан бөлек жаңағы электр қуатын жеткізу, қазір газдандыру мәселесі жүріп жатыр. Осы мәселелердің барлығы қазіргі таңда әкімдіктің бақылауында. Осы мәселелерді шешу мақсатында қазіргі таңда жаңағы жылу беретін орталықтың жаңағы үшінші орталық салынайын деп жатыр. Ол толығымен газ арқылы жұмыс жасайтын болады. Сонымен қоса жаңағы суды қамтамасыз ету бойынша суды тазалау станциясы, екінші станциясы салынып жатыр. Одан бөлек жаңағыдай сумен қамтамасыз ету үшін жаңағы насостық тазалайтын орталық үшінші кезеңі салынып жатыр. Және де сондай сияқты жобалар жүзеге асып жатыр. Бұл осы проект жобалардың барлығы болашақта жаңағыдай инфрақұрылымдық жетіспеушіліктерді шешеді деген ойдамыз. Одан бөлек жаңағыдай электр қуатын дамыту бойынша біз енді итальяндық компанияны шақырып, болашақта осында 50 мегаватт шығаратын, электр қуатын шығаратын сондай жобаны жүзеге асырсақ деп отырмыз. Ол тек қана қаламыздың жаңағыдай жобасы ғана емес, жаңағы инвестициялық, бірақ сонымен қоса жаңағыдай жасыл қала концепциясында да жүзеге асырып жатқан жоба. Екінші жаңа кедергі дедіңіз, ол монополистермен күрес мәселесі бойынша. Енді монополистермен күрес мәселесі біздің өзіміздің қарамағымызға қарамайды, бірақ дегенмен де біз осы мәселе бойынша бәсекелестікті қорғау департаментімен бірге жұмыс жасап жатырмыз жүйелі түрде. Үшінші мәселеге келетін болсақ, жаңа жер мәселелері болатын болса, рәсімдеудегі бюрократия. Енді жер мәселесін тездету мақсатында оның электрондық картасы жасалып жатыр қаламызда. Жаңағы жалпы қаламыз бойынша жаңағы мемлекеттік қызметтердің көбісі осы жылдың соңына дейін 100%-ға жаңағыдай электронды форматқа өтеді деген жобалар жүргізіліп жатыр біздің әріптестерімізбен. Онымен қоса жаңағы айтып кеткенде бізде жаңа Астана Инвест деген мекемеміз бар. Сол мекемеміз арқылы біз барлық жобаларды тездетіп, тез жүзеге асуына ықпал жасаймыз. Вот вы ранее говорили о том, что в пандемию для бизнеса открылись и новые возможности. Но при этом многие предприниматели все-таки пострадали из-за жестких локдаунов. Вот сколько предпринимателей вынуждены были закрыть свой бизнес во время пандемии? Да, это очень вопрос интересный, и мы его всегда анализируем. В период пандемии в основном пострадали объекты, которые связаны с обслуживанием либо оказанием услуг населению, компаниям, торговые объекты и плюс оказывающие другие тоже услуги, да, там, допустим, гостиничные услуги, не знаю, там, услуги химчистки, сфера услуг и продаж, можно сказать. В период пандемии мы посмотрели порядка 70 тысяч предпринимателей в той или иной мере приостановили свою деятельность, да? Но в то же время со стороны акимата оказывалась поддержка по части освобождения от уплаты, скажем так, арендных плат за коммунальное имущество. Это порядка 400 предпринимателей, и они были освобождены от уплаты аренды на сумму более 400 миллионов тенге. Помимо этого, в рамках государственного, именно правительственного
мер, принятых со стороны правительства, можно сказать, что были сняты ряд ограничений по видам деятельности по ряду государственных программ, да, как дорожная карта бизнеса. Также были увеличены объемы, суммы финансирования, то есть такие ограничения тоже были сняты. И плюс к этому была проведена работа по освобождению от уплаты отдельных налогов нашими предпринимателями, как налоги на имущество, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей и налог на имущество, налог на землю для сельхозпредпринимателей, там, допустим. То есть такие меры были предприняты, и, конечно же, увеличена была сумма финансирования проектов за счет этих государственных программ. Вот вы сказали, 70 тысяч пострадали. Это именно закрыли свой бизнес, 70 тысяч? Ну, в какой-то мере некоторые из них на определенный период, на период пандемии они закрыли. Есть те предприятия, которые временно закрылись, но в дальнейшем продолжили свою работу. Бізде кәсіп ашамын дегенге бизнес гранттарының берілетінін білеміз. Енді осы жерде көптің көкейінде жүрген бір сауалды өзіңізге қояйыншы. Тәуелсіздіктің 30 жылында, мысалы осы уақытқа дейін қаншама кәсіпкерлік гранттар берілді, өздерінің жобаларын қорғап шықты, кәсібін ашқан да болар. Дегенмен осы басқа қалаларда айтпағанда Астанада әлі күнге дейін халық өзімізде өндірілген ең болмағанда ашылықты киіп жүрген жоқ. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Қашан біз өзіміздің өнімімізді өзіміз қолдана аламыз, таба аламыз сөрелерде? Енді отандық тауар өндіру мәселесін айтатын болсақ, әрине енді отандық тауар өндіру ол ең басты мақсаттардың бірі. Жаңағы кәсіпкерлікті дамыту мақсатында да жалпы жаңағы елімізді жаңағы әртүрлі өзіміздің бірінші керекті тауарлармен қамтамасыз ету инфляция жағынан да, жаңағы экономикалық өсім жағынан да өте маңызды. Қазіргі таңда өзіміздің жаңағы индустриялық аймағымызда 100-ге жуық тауар өнімдері өндіріліп жатыр. Әртүрлі салада, ол жаңағы әскери сала болайық, жаңағыдай, одан бөлек жаңағы телекоммуникация саласы болсын, я болмаса жаңағы машина жасау сияқты салалардың барлығында жұмыс жасалып жатыр. Әрине енді бұл мәселені күнделікті жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол мәселені дамыту мақсатында біздің тарапымыздан қандай қолдау керек барлығын жасап жатырмыз. Грантқа келетін болсақ, грант мәселесі, енді өздеріңіз білесіздер, бизнестің даму картасы шеңберінде 2 миллионнан 5 миллионға дейін грант бөлінеді. Биылдың өзінде 345 миллион теңгеге биыл біз 68 кәсіпкерлерге грант бөлген болатынбыз. Енді әрине олардың жобаларын таңдау мәселесіне келетін болсақ, ол әртүрлі жаңағы жобаларды кәсіпкерлер өздері ұсынады. Оны талдау 11 жаңағы комиссияның мүшесі жүргізеді. Ода тек қана мемлекет қызметкерлері емес, жаңағыдай әртүрлі ассоциациялардың, қоғамдық белсенді азаматтар солар қатысады. Және де оны таңдау мәселесі электронды форматқа өткен. Жаңағы қолдау деген портал бар. Сол қолдау порталы арқылы жүзеге асады. Әрине енді 2 мен 5 миллион арасында жасалатын жобалар енді ол үлкен жобалар емес. Бұл мәселе, бұл гранттық сомалар олардың жаңағы кәсібін дөңгелетуге кішкене көмек болады деп ойлаймыз. Бірақ дегенмен де енді жаңағы жобалар осылай кішкене болып басталып, жаңағыдай тәжірибемен келетін шығар деп ойлаймыз. Осыған қатысты бізде енді халықтан келген сұрақ бар. Яғни осы бизнес гранттарыналарда бір жас шектеу бар дейді. 29 жасқа дейін немесе 30 жасқа дейін дейді. Ал егерде бизнес гранттары кейін келсеші, зейнетке шыққан кезде бизнес ашамын десе, оған неге кедергі болады дейді. Енді мұндай критерийлер бар ма, және ондай критерийларды қайта қарау қажет деп ойлайсыз ба? Жалпы енді ондай сұрақтар туындаған алдындары. Қазіргі таңда ондай шектеулер жоқ. Оның үстіне жаңағыдай әлеуметі төмен азаматтарға арнайы өздерінің жаңа несі бар, квотасы да бар, солай айтсақ та болады. Сондықтан кез келген жаңағы көкірек ояу, жұмыс жасаймын деген азамат пен азаматшаларды осындай гранттар алуға біз шақырамыз, оған ешқандай шектеу болмайды. Вот расскажите подробнее о социальных экономических зонах, об индустриальном парке и сколько проектов уже готовы к запуску. У нас по городу есть 2 специальных экономических зон.
Первый — это Астана, новый город. Это еще в 2002 году, когда город только-только развивался. Для того, чтобы дать импульс развитию города, было принято такое решение. И оно охватывает порядка 15 с лишним тысяч гектаров земли. Это, можно сказать, все левобережье. И плюс есть у нас индустриальный парк на примерно 500 гектаров, где реализуются именно индустриальные проекты, то есть проекты, которые направлены на производство. В рамках индустриального парка у нас на сегодняшний день реализуется 79 проектов, из них 29 на стадии реализации только. В этом году уже были введены 8 проектов разного характера, там, допустим, начиная от производства строительных материалов, заканчивая, там, допустим, розливом и упаковкой и изделий, парфюмерных изделий, можно сказать. У нас есть один проект, там, который производит такие парфюмерные изделия, и они рассчитаны на экспорт в Россию тоже. То есть такие проекты. Более того, до конца года мы также ожидаем реализацию порядка 5-6 проектов разного направления тоже. Вот, допустим, есть проект по производству, по сборке и производству лифтов для города. Есть проекты, опять же, по стройматериалам. Есть проекты по лакокрасочным изделиям, да, которые антикоррозийные и устойчивые к воде. То есть такие проекты, они реализовываются, и наша основная задача не просто запустить эти проекты, но чтобы они и дальше работали, чтобы у них была загрузка. И в этом отношении мы также сотрудничаем с Министерством развития, инфраструктуры, для того, чтобы была поддержка по местному содержанию таким проектам. Более того, есть только государственными предприятиями, мы на сегодняшний день проводим работу по активному вовлечению наших индустриальных проектов в нефтегазовую отрасль. То есть вы знаете, у нас очень большие, крупные, есть 3 проекта на сегодняшний день, но помимо них еще другие проекты есть. И есть ассоциация, международная ассоциация по машиностроительным проектам. Мы с ними недавно подписали меморандум. И в дальнейшем будем продолжать работу по поддержке наших этих инвестиционных проектов. Жаңа сұхбат барысында айтып қалдыңыз, осы кәсіпкерлік гранттың кімге берілуін анықтайтын комиссия мүшелері, яғни оның құрамында әртүрлі саланың өкілдері бар дедіңіз. Енді осы жерде бір мәселе туындайды. Осыдан 1 жыл бұрын бір Қазақстан азаматы дәл осы бизнес гранттарына қатысып, өзінің шеге шығаратын зауытын ашқысы келеді. Оның жобасы ұтып, яғни ол қаржыға ие болады. Алайда, яғни дәл сол індет кезімен тұспа-тұс келеді де тоқтайды. Екінші кедергі бұл жерде. Енді дәл сол шеге шығару үшін керекті шикізат Қазақстан бойынша 2 жерде өндіріледі. Оның бағасы удай. Енді осы жерден келіп, оның кәсібі өрге домалаған жоқ. Бұл жерде кімнің кінәсі? Мысалы, сол комиссия мүшелігінде отырған кісілер, ол кісінің бизнес жоспарын қарап, болашағын дұрыс болжай білмеген олардың біліксіздігі ме? Қалай ойлайсыз? Енді әр жоба әртүрлі. Енді оны жан-жақтан қарап, оны зерттеу керек. Әрине, енді пандемияның кесірі де бар. Одан бөлек жаңағыдай енді мемлекеттік қаржы болған екен, оның өзінің жаңағы тәртібі бар. Оған қойылатын жаңағы тәртіпке байланысты жаңағы өзінің құжаттары бар. Енді бұл мәселені қараған кезде енді комиссия өзі толығымен жаңағы регламентке сәйкес қарайды деп ойлаймыз. Сондықтан бұл жерде енді бірнеше факторлар болғандықтан бұл жобалар енді жүзеге аспауы да мүмкін. Енді бұл жерде мәселе сол комиссия мүшелігінде отырған кісілерде болып тұр ғой. Олар қаншалықты нақты сол бизнестен оның болашағын болжап біле алады, қаншалықты сол саладан хабардар, өйткені оның құрамында журналистердің де барын білеміз. Барлығы енді бизнеспен хабардар болмағанымен де жаңағы тиісті жасалған регламентке сәйкес жұмыс жасайды деп ойлаймыз. Енді бұл жерде проекттің жаңағы егжейлі қарап, шеге шығару бойынша да енді ол күрделі проекттердің бірі болар. Енді бұны біз болашақта ескеріп, бұндай мәселелер бойынша жұмыстанатын боламыз онда. Ержан Талхатович, вот ваши страницы вашего управления в социальных сетях не особо активные. Такое ощущение, будто кроме пресс-секретаря туда никто не заходит.
Ваших страничек личных в соцсетях мы тоже не нашли. Как вы поддерживаете обратную связь с населением? Очень хороший вопрос. Мне всегда говорят, что необходимо активизировать свою социальную страничку в соцсетях. Но соцсети я больше использую как для, скажем так, общения с друзьями и плюс для получения, может быть, каких-то аналитических информаций. А то, что касается обратной связи, мы постоянно вовлечены на обратную связь по всем каналам связи, которые проводятся по Акимату, то есть на все комментарии, либо там в соцсетях Акима, либо Акимата. Мы всегда задействованы и всегда принимаем во внимание эту обратную связь. И более того, и стараемся также оперативно реагировать на те или иные, там, допустим, обращения. Помимо этого у нас есть в рамках, как вы знаете, механизм по обращению граждан. Да, то есть я еженедельно провожу там встречи с предпринимателями. Ежедневно я всегда открыт к встречам. Любой человек, который готов со мной встретиться, у меня даже в визитках, во многих, допустим, у многих, наверное, людей в визитках нету мобильного контактного телефона. Вот я могу даже продемонстрировать, у меня вот контактные данные есть, я всегда открыт. И, конечно, будем в этом направлении работу улучшать. Помимо наших социальных страничек у нас есть подведомственные организации, как Астана Инвест. У них есть направление, как Визит Нур-Султан Туризм, СЭС Технополис. Со всеми мы в тесных контактах находимся, обратную связь получаем. Более того, вы сейчас знаете, есть мессенджеры, да, более эффективные по части обратной связи, как создаем чаты, связанные с торговлей, связанные с стабилизацией цен, мониторингом. То есть во всех этих чатах мы находимся и работаем. А если жители хотят пожаловаться, например, на какие-то нарушения со стороны предпринимателей, куда им нужно обращаться? Ну, если жаловаться здесь надо посмотреть, если они готовы, точнее, если они уверены, что есть определенного характера, там, допустим, нарушение законодательства, они могут как и к нам обратиться, да, через наши соцсети, либо через наш контакт и телефоны. И плюс к тому есть прокуратура также, которая следит за законностью тех или иных действий со стороны граждан и государства. Поэтому здесь, в принципе, есть возможность обратиться. Ержан Талғатұлы, кәсіпкерлік грантқа тағы да бір тоқталып өтсек. Енді дәл осы жерде мынандай сауал туындайды. Кәсіпкерлік гранттың берілуінде ашықтық жоқ, яғни ол жерде таныстық рөл ойнап кетеді дейді. Бұл кәсіпкерлік грантты иелене алмай қалғандардың айтып жүргені ме? Енді қаншадан болады, сонша ой болады ғой. Енді көш жүрегілі түзеледі дейді. Ол енді бір күнде жаңағыдай болмайтын дүние. Сондықтан енді бастапқы кезеңдерде мүмкін сондай жаңағыдай ойлар болса, может, жаңағыдай пайымдар болса, ондай болуы мүмкін. Бірақ дегенмен де қазіргі таңда өзім айтып кеткендей, қазір бізде 11 мүшеміз бар. Мен шынымды айтайын, ол 11 мүше кім екенін де білмеймін. Мысалы да. Бірақ қандай саладан келгендерін біз білеміз. Және де электрондық форматты біз жүзеге асырдық. Сондықтан барынша ашық, барынша объективті, шынайы деп ойлаймыз. Бір сұхбатыңызда елордада медициналық туризмді дамыту керек деп айттыңыз, және оған елорданың барлық әлеуеті жетеді деп айтқан едіңіз. Ал енді қазір өзіңіз осы туризм саласы тікелей қарайтын басқарманың басшысы болып отырсыз. Сол айтқаныңызды қазір қолға алдыңыз ба, және біздің Астанада қашан салалық туризм дамиды? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы туризм өте қызық сала. Оның шегі жоқ сала деп ойлаймын. Өзім Астана Инвестте жұмыс жасап жүрген кезде де өзімнің 100% уақытымның 70% туризм саласымен өткізген шығармын. Өйткені маған өте қызық болды бұл сала. Енді туризм саласын айтатын болсақ, біздің елордамыздан бөлек Қазақстанның үлкен әлеуеті бар. Бізде жаңағыдай барлық жыл мезгілдері айқын белгіленген. Одан бөлек әртүрлі жаңағыдай ландшафттық жаңағы біздің нелеріміз бар, зоналарымыз бар. Сосын жаңағыдай тауларымыз бар, өзендеріміз бар, көлдеріміз бар, қысқы шаңғы тебетін жерлеріміз бар, жазда барып, шөлде барып жүретін жерлеріміз бар. Сондықтан
Дүние жүзінде қандай табиғи құбылыстардың барлығы бар, біздің Қазақстанымызда бар. Осы мәселені біз қолға алуымыз керек. Ол бағытта да жаңағыдай қазақ туризм жақсы жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді туризм дамыту мәселесіне келетін болсақ, туризм дамытудың ең бір басты мақсаттарының бірі ол жаңағы сервис дейміз ғой, сервисті дамыту, жаңағыдай берілген қызметтердің сапасын жоғарылату және де келген туристерге қолайлы жағдай жасау. Сол бағытта біздің Нұр-Сұлтан қаламызда визит Нұр-Сұлтан деген бағдарламамыз бар. Сол бағдарлама шеңберінде жылда біз жаңағы туризм саласында жұмыс жасайтын қызметкерлерге тегін курстар ұйымдастырамыз, жаңағы қызмет сапасын дұрыстау үшін, жаңағы ағылшын тілін дамыту үшін, одан бөлек жаңағыдай әртүрлі жобаларды жүзеге асыру көзделіп жатыр. Біздің басты мақсатымыз туристердің баратын жерлерін көбейту қаламызда. Сол бағытта қазіргі таңда бірнеше жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бір-екеуін айтып кететін болсақ, жақын арада жаңағы ұшатын кинотеатр дейді, 8К форматында, ол Мәскеу қаласында бар, Түркістанда жақында ашылды. Жаңағыдай экранда, үлкен экранда жаңағы видео көрсетіледі. Сол видеоны сіз тамашалаған кезде өзіңіз жаңағы сол мекеннің үстінен ұшып жүрген сияқты өзіңіз сезінесіз. Онда біз екі видео бойынша келіссөздер и жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ол Нұр-Сұлтан қаласының үстімен ұшу және де Қазақстанның үстімен ұшу. Ол қандай әсер береді? Өйткені бізде көп ұшып келетін жаңағы ұшақтардың барлығы Нұр-Сұлтан қаласы, я болмаса Алматы қаласынан келеді. Сондықтан шетелдіктер келген кезде сол жаңағы кинотеатрға барса, Нұр-Сұлтан қаласын көреді, онан бөлек жаңағы Қазақстанды көреді. Қазақстанның қаншалықты әдемі жерлерінің бар екенін көріп, сонда қызығушылық танып, басқа өңірлерге де барады деген ойдамыз. Оның үстінде біз жаңағы Мәскеумен, Стамбулмен, Ташкентпен келіссөздер жүргізіп, сол біздің жаңағы Қазақстан туралы, Нұр-Сұлтан туралы сол видеоларымызды солардың кинотеатрында қоятын болсақ, жаңағы туристік поток, мысалы Мәскеу қаласында 20 миллионға жуық, ол өз әсерін береді деп ойлаймыз. Сонда қызығушылық біздің қаламызға да, елімізге де пайда болады. Одан бөлек, мысалы, Абу-Даби Плазас ғимараты, орталық Азиядағы ең биік ғимарат. Сол ғимараттың үстінде жаңағыдай ағылшынша айтқанда observation desk дейді, жаңағыдай тамашалайтын орын деп айтсақ болады. Ең үстінде тамашалайтын орынды жасау мәселесі бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сондай жерлер болса, қызығушылық танытып, мысалы үшін Бәйтерек монументіміз бар. Қаламызда ең көп халық баратын монумент сол. Пандемияға дейін 600 мың халық баратын еді. Қазір енді өкінішке орай ол сан төмендеді. Бірақ енді дегенмен де қызығушылық бар. Сондай бағытта біз жұмыс жасап, сервисті дамытып, жаңағы баратын мекен жайларды көбейтіп, жаңағы қонақ жайлардың жаңағы тазалығын, гигиенасын, барлығын дұрыстап, одан кейін туристерге қажетті информацияны өз тілінде, керек тілінде жеткізетін болсақ, мен ойымша туризмді дамытуға біздің үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Жақсы, туризмді айттық қой, ал салалық туризм ше, медициналық, спорттық, одан бөлек те көп қой. Иә, қаламызға келетін болсақ, медициналық туризмнің несі болашағы өте үлкен. GCI деген сертификаттық жүйе бар. Сол сертификаттық жүйенің ішінде Қазақстан бойынша 7 ғана мекеме сол сертификатты алған. Ол 7-інің ішінде тек қана 6-ы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Яғни біздің әлеуетіміз жаңағы туризм саласында Қазақстан шеңберінде өте үлкен. Оның үстінде біз жаңағы зерттеулер жасаған болатынбыз. Біздің жаңағы стоматология саласы өте жақсы дамыған. Шетелдіктердің өздері де мойындайды, осында келіп жүріп, жұмыс істеп жүріп, тістерін осында емдейді. Біріншіден арзан, екіншіден жаңағыдай сапалы және қолжетімді. Одан бөлек жаңағы кардиохирургия мәселесіне келетін болсақ, біздің жаңағы ПА деген үлкен маманымыз бар, мықты. Сол сияқты кісілерді біле тұра, осы Қазақстанға көптеген шетелден кісілер келеді. Енді өңірлердің өзінен де келеді. Одан бөлек жаңағыдай қазіргі жаңағы эко деген сала бар ғой. Эко сала бойынша біз Украинада болған кезде сол кісілер бізде эко саламызды өте қатты мақтады. Мамандарымыз өте жақсы. Оның үстіне жаңағы заң шеңберінде осы бағытты дамытуға барлық жағдай жасалған дейді. Енді бұл санап айтатын болсақ,
Сондықтан осы мәселеге сәйкес туризм мәселесі, медициналық туризм өте үлкен әлеуеті бар. Оның үстіне біз әкімдік ретінде, жаңағы Астана Инвест ретінде жасайтын жұмыстарымыз әртүрлі осы туризмді дамыту мақсатындағы әртүрлі роуд-шоулар жасау, жаңағыдай маркетингтік инструменттерді қолдану арқылы жаңағы әлеуметтік желілерде, интернеттерде барынша ақпараттарды тарату. Оның үстіне қазіргі таңда жеке және мемлекеттік әріптестік саласында жұмыстарды дамыту мәселесі бойынша жаңағы қалалық денсаулық сақтау басқармасымен тығыз қарым-қатынастар жасап, инвестициялар тартып, қазіргі таңның өзінде 5-6 жаңағы осындай инвестициялық жобалар, медицина саласы бойынша жобалар жүзеге асып жатыр. Сондықтан бәсекелестікті арттыру арқылы, инвестицияларды құю арқылы медициналық туризмді дамытамыз деп ойлаймыз. Одан бөлек, медицинадан бөлек жаңағыдай іскерлік туризм дедік, майс туризм. Іскерлік туризм бойынша біздің де әлеуетіміз өте жақсы, қызығушылық өте үлкен, әртүрлі форумдарды өткізуге біздің жаңағы 10-ға жуық әртүрлі ғимараттарымыз бар. Соған сәйкес жаңағы туристерді қабылдайтын 200-ден астам біздің қонақжайларымыз бар. Оның ішінде жаңағы 15 мыңнан астам жаңағы орындары бар, хостелдардың өзін санамағанда. Сондықтан оларға барлық жағдай жасалды. Аэропортымыз бар, жаңағы 5 миллион 700 мың пассажирлардың барлығын қабылдайтын мүмкіндіктер бар. Іскерлік туризм дамытуға, жаңағы бизнеспен келе тұра, олар жаңағы сәйкесінше турист деп болып қаламызды тамашалап кетуге мүмкіндік бар. Одан бөлек спорт және мәдени бағыттағы туризмнің де әлеуеті жақсы. Өздеріңіз білесіздер, қаламызда қаншама деген спорт ғимараттары бар. Соңғы 10 жылдықта қанша жақсы ғимараттар салынып жатыр. Театрларымыз салып жатыр, музейлеріміз бар. Осы жақын арада өткен аптада жаңағы театрал деген халықаралық фестиваль өтіп жатыр. Енді осы бағыттардың барлығын қоса алғанда мүмкіндік өте үлкен. Оның үстіне тағы қосып айтатын кинотуризм деген бар. Кинотуризм ол жақсы, жаңадан дамып келе жатқан бағыт. Әсіресе мысалы үшін «Властелин колец» деген кино болған. Сол нені Жаңа Зеландияда түсірген болатын сол фильмді. Сол фильм түсірудің арқасында туристердің саны көбейіп, сол елде халықтың қызығушылығы артқан. Осы бағытта біз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша жұмысты жүргізсек деген ниетіміз бар. Сол бағытта мысалы үшін жаңағы қаламыздың архитектуралық жаңа дизайнда салынғанын ескере отыра, жаңағы инфрақұрылымның дамығанын ескере отыра, біз биыл Red Bullмен бірге жаңағы Drift Challenge деген кішігірім видеоролик түсірген болатынбыз. Арнайы жаңағыдай Drift Challenge-дің жаңағы өз жүргізушісі келіп, дүниежүзілік рейтингі жоғары украиналық жаңағы жүргізуші келіп, қаламызды серуендеп, жаңағы дрифт жасап, соны видеосын түсіріп, ол кейіннен жаңағы әлеуметтік желілерде тарап, қызығушылық танытады деген ойдамыз. Және де оны болашақта біз жаңағы шетелдік киностудияларға жіберсек деген ойларымыз бар. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Онымен қоса жаңағы мәдениет министрлігімен бірге жаңағы киноцентрмен Алматыда орналасқан солармен бірге келісіп, болашақта бірге жұмыс жасаймыз, кинофестиваль өткіземіз деген ойларымыз бар. Қазақстанда қазір жаңа заң қабылданған болатын, жаңа ребайт деген түсінім еніп жатыр. Ол жаңағы киноны осында түсірсеңіз, сіздің қандай да бір қаржыңыздың бөлшегін үкімет сізге кері қайтарады деген сияқты. Осындай механизмдер бар. Содан біз үлкен болашақты күтіп отырмыз. Оның үстіне қазір білесіздер, киноиндустрия жалпы Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр. Ол бәрімізге айқын мәселе. Сондықтан Нұр-Сұлтан қаласында әрмен қарай дамиды деген ойдамыз. Вот вы только что говорили о привлечении туристов, да, в столицу. А вот в Нур-Султане по сравнению с прошлым годом наблюдается спад иностранных туристов. Управление уже проанализировало, с чем это связано? Потому что даже в прошлый пандемийный год больше зарубежных туристов посетило столицу. Да, мы видим динамику в целом. Вообще во всем мире, если брать глобально, Всемирная организация ООН по туризму
они посчитали и подтвердили, что количество туристов снизилось в прошлом году на 73% по всему миру. Это колоссальное количество, да? И Казахстан тоже не является исключением. Мы анализировали, у нас тоже, в принципе, спад в порядка 75% идет тоже. Но когда мы внутри посчитали количество иностранных и казахстанских туристов, да, мы увидели, что именно спад идет в большей степени иностранных. Но вот вы говорите сейчас то, что по сравнению с прошлым годом за первые полугодие, да, мы это анализировали, но это больше связано было с тем, что первый квартал он во всем мире открыто было, да, то есть не было ограничений никаких, связанных с поездками, пандемией, и поэтому первый квартал он дал хорошие показатели, но в дальнейшем уже, если смотреть, динамика, конечно, в этом году она получше, чем в прошлом году, где-то на 12-14%. Но в большей степени мы видим рост внутренних туристов. То есть, и на мой взгляд, пандемия, она как раз-таки поспособствовала для размышлений людей, что и внутренний туризм, он сам по себе интересен, да? И поэтому я вот вижу и на правительственном уровне, и в других регионах, вот сам по себе город Туркестан построили там караван-сарай, да? прекрасный комплекс, и он притягивает очень большое количество туристов. Больше всего кто ездит туда? Больше всего сами же казахстанцы ездят туда. Поэтому интерес по внутреннему туризму, перспективы очень хорошие, и это будет развиваться. Вот в Ахтау тоже строятся какие хорошие курорты. И в целом в этом году мы заметили, что мы встречались в Боровом с нашими коллегами, обсуждали развитие внутреннего туризма и особенности туров выходного дня для горожан города Нур-Султан и гостей их. И мы видим, что есть большой потенциал, развиваются различные кемпинги, крэмплинги, и народ, люди вкладывают в это. И народ тоже понимает, чем больше будут инвестиции в эту отрасль, тем и в дальнейшем и дешевле будут их услуги, и сервис тоже будет улучшаться. Вот вы не раз упоминали Туркестанскую область и город Туркестан, а вот недавно аналитики сообщили, что не оправдывает Туркестанская область свои вот эти средства, которые в нее инвестируют. Как вы считаете, Нур-Султан оправдывает? На мой взгляд, уже город оправдывает те инвестиции, которые были вложены в наш город. Здесь уже даже количество населения более миллиона, да, 1 200 000, когда только столицу перенесли сюда, больше 300 000, наверное, было. И уже сам приток населения, внутренняя миграция уже само по себе уже говорит о том, что есть большие возможности в городе Нур-Султан. Вся молодежь со всего Казахстана, ни для кого не секрет, старается приезжать в город Нур-Султан, потому что здесь есть, это как город возможностей. Раньше вот считалось, что город Нур-Султан это город госслужащих, но на сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что город Нур-Султан это город предпринимателей, потому что более 60% бизнеса это малый и средний бизнес. Да, то есть развивается малый и средний бизнес, развивается в целом предпринимательство, торговля очень хорошо идет, и на мой взгляд вот эти все факторы, они говорят о том, что это был хороший проект. А Нур-Султан станет городом туристов? Я уверен, что да. Ержан Талғатұлы, барлық сұрақтарға шын жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Ержан Талғатович, спасибо вам за содержательную беседу, за то, что ответили на все наши вопросы развернуто и честно. Спасибо вам большое.